керек емес еді. Бірақ оны президент айтты, орыстың президенті. Неге? Өйткені орыс халқы кавказдықтардың алдында тізерлеп отырды. Путин сол тізерлеп отырған орыс халқын тұрғызды. Бүткіл шешендерді, кавказдықтардың барлығын қуып шықты. Миллиардер еврейлердің бәрін қуып шықты. Бізге осындай Путин сияқты ұлтым дейтін, қазағым дейтін президент керек. Ол президенттің де күні туды деп санаймыз. Оған да біз ондай президент келіп қалған жағдайда қолқапсыздық тигіземіз керек деп ойлаймын. Әуке солай ма? Сондықтан енді көп айтпай қояйын. Бәріміздің айтатынымыз бір шер, бір қайғы, бір қасірет. Ол қазақтың қасіреті, ол қазақтың мүддесі, қазақтың тілі. Міне мәкеңдер елді алдымыздағы аптадан бастап бүткіл жақ көлік транспорт министрлігімен келісіп рейд жасайын деп жатыр. Қазақтың тілін жағы қолдау туралы. Солай ма? Осы мәкеңдердің осы рейдін, осы мәкеңдердің осы рейдін, осындай жағы ұлы жұмыстарына кішкентай да болса қолғабысымыз тигіземесек, Қазеке, сіздің газет, әрқашанда алдында жүрген газет. Ташарғанымыз бар, қазақ радиосы білмеймін енді, қыздарымыз, балдарымыз отыр көздер жаудыратын жас балдар журналистер. Келеді. Мен кеше Мәдинаға айттым. Мен кеше Мәдинаға айттым, солай ғой Мәдина. Жасаған хабарым бүгін өтпесе ертең өтеді. Ертең өтпесе бәрі келеді. Уақыты келеді. Міне Алла жарды 2 жыл болды, мен көрсете алмаймын халыққа. Қытайдан келген қандастарымыз қанша рет сұрады. Менің студенттерім, мен жүрген академиясында болашақ режиссерларға сабақ беремін. Өзімнің студенттеріме көрсете алмаймын. Өзімнің жасаған жұмысымды, не деген сұмдық. Осындай жағдайда, осындай жаңағы қасіреттің үстінде отырып, көзіміз, кеудеміз жасқа толып отырып, біз бүгін бас қосып отырмыз. Осы жерде айтылған сөз бекер болмау керек. Ол іске асу керек. Сондықтан мен Мәкеңе, Қазыбек Исаға, Сәйетқұл аға сіздерге, барлықтарыңызға мен рахметімді айтамын. Мұны Арыстан келіп отырған батырымызға рахметімді айтамын. Мұны жас журналистер келіп отыр, барлықтарыңызға рахметтерімді айтамын. Сондықтан ынтымақ бірлік керек. Ертең Малыбай болады, басқа жер болады. Қазағым деген кезде бәріміз аттандап барайық. Әңгіме жаңағы отырғандардың басы кесіп тастау емес. Соларға барып өзіміздің ұлт екенімізді көрсету. Дұрыс. Соларға барып сұс көрсету. Кешеміз барған кезде барлық ұйғырлар тығылып қалды. Қанша рет бардық біз? Мәке, барған сайын інне кірген тышқанды сияқты тығылып қалады. Біз барғанда біз 3-4 машина барамыз. Сондықтан қазағым дегенде жанып тұратын аттандайтын қазақтар әрқашанда дайын екенін мен білемін. Сол аттанға әрқашанда біз дайын болайық. Рахмет.